Дагыстан Республиканын Ноғай районунун китапханасында ноғай тилден диктант жаздылар. Ноғай тил боюнча өз күчлөрүн 30га жуук адемлер сынадылар. Олар районунун түрлүү тармактарынын кулукчулары. Жылдан жылга өз тилиңди диктант жазуу амалламасы кеңейе береді. Баслапкы эсап ноғай тилди саклоо, үйрөнүү, ойлондуруу маселелери менен сонун биргесине тарых, маданият, адет, ёсыкларды янландыруу болот. Мен ойлаймын, әлгі заманда біздің яс несіліміз ана тілін біраз ұмытып бара жатыр деп. Неге десе, біздің балаларымыз северге кетеді, бас қаламызға кетеді. Онда олар өңгі халықпынан орыс тілінде сөйлейділер. Соға көрі біздің балаларымыздың балалары келген заманда құр орысша сөйлейділер. О бізге қиын. Соға көрі мен ойлаймын, ана тілін ұмытпау керек ту. Сол себептен біз тотальный диктант яздық. Тағы да бір неше мероприятиялар біз етеміз кітапханамызда. Ана тілін 21-інде, халықар ара ана тілінің күнінде әрдайымды белгілейміз. Мектептерден балаларды шақырып, балаларға әрдайымда уроклар етеміз. Ана тілін ұмытпаңыз деп айтамыз. Біз ана тілімізді ұмытсақ, біз кім оны соң, біздің ноғай атымыз да мұтлар деп ойлаймын. Соға көрі, озықта мектеплерде, кітапханаларда со саялдан көп мероприятиялар етеміз. Биыл біздің белгілі ноғай жазушымыз Гамзат Аджигелдиевқа 80 жас толаяғады. Ол бек сүйген өзінің халқын, өзінің ана тіліне бағыслап бірнеше ятлаулар да yazған, бірнеше повестер да yazған. Соға көрі біз оның «Нәсіптіл» деген повестінен бір үзігін алып, тотальный диктант яздық. О диктант мені бек сүйінтеді. Неге десе, бәрі де yazғалар, қатнасқалар бек әру яздылар. О мені сүйінтеді. Ана тіліміз бұтылмасын деп ойлаймыз. И соға көрі мен ойлаймын, ана тіліміз ешті мұтылмас.